Сәлем достар, бүгінгі қызықты дерегіміз Оспан Батыр туралы болады. Оспан ілгерінді кейінді 3 әйел алған адам. Бірінші әйелі Нұрқызар Жарымбет қызынан 3 қыз, 6 ұл туған. Екінші әйелі Мемей Белдемше қызынан 3 қыз. Үшіншісі жеңгедей алған әйелі Баян Стай қызынан 1 ұл, 1 қыз болған. Совет одағы моңғолдар арқылы Оспан Батырға мол қару-жарақ беріп, оның көтерушілердің қазіргі заманға соғыс тәсілдеріне жүгінуіне ықпал жасаған. Оспан Батырдың Совет одағынан алған алғашқы көмегі мынадай болды. 400 винтовка, 20 мың оқ, 30 пулемет, 45 автомат, 200 гранат. Оспан Батыр туралы еңбек 1999 жылы Гонконгта шықты. Кітап Совет үкіметінің көлеңкесіндегі іле оқиғасы 1944-49 жылғы әлемдік және этникалық қақтығыстар деп аталады. Кітаптың авторы Қытай азаматы Дэвид Уан 1979 жылы Шыңжаңда тұрды. Іле оқиғасы туралы ол өзінің достарынан естіп, зерттегісі келген. Дэвид Уан оқиғаға қатысты ақпараттарды Қытайда таба алмайтынын түсініп, Австралиядағы Тасмания университетіне түсіп, 1987 жылы докторлық диссертациясының негізінде жазып шығады. 1956 жылы Лондон қаласында Оспан Батыр туралы тереңірек зерттеліп жазылған жаңа кітап жарық көрді. Эндрю Форбессонның 200 беттен тұратын бұл кітабы Казах Экседес деп аталады. Ағылшыннан аударғанда қазақ көші дегенді білдіреді. Кітапта Оспан Батырдың жеке қасиеттерінен бастап, ол басқарған ұлт азаттық көтерілістің жалпы сипаты мен стихиялық өрбуі толығырақ баяндалған. Оспан Батыр чойбалсымен хат жазып тұрған. Оны тарихи деректер де дәлелдейді. Бір хатында: біз қазақ-моңғол халықтарын азаттық алу жолындағы күреске жұмылдырамыз. Бізге қазіргі уақытта қару-жарақ қажет. Сіздер көмек береді деп сеніп отырмыз, деп жазады. Шетел тарихшысы Оспан Батырдың 1940 жылдан бергі жүргізген күрестері туралы айта келіп, оның жеке тұлғасын былай деп суреттейді. Зор денелі үлкен адам. Үлкен саусақтары және өте күшті эгосы бар. 49 жаста, бірақ аса зор энергиясы бар. Салқын шегір көзі, қалың ерні, сондай-ақ қара сақалы, дастандардағы батырлар сияқты көрінеді. Және ол маған ғасырлар бұрын Еуразия құрлығында үрей туғызған ғұн жауынгерлерін еске салды. Оспан Батырдың соңғы сөзі: сендер мені қандай қылмысты деп тансаңдар, мен сондай қылмыстымын. Өз жауларыммен шайқасқан кезім Қытай, орыс, моңғол деп бөлген жоқпын. Кім менің діліме, дініме, жеріме, еліме тиіссе, сол менің жауым болды. Ол күресімнен ешқашанда бас тартпаймын. Маған көрсететін ең ауыр жазаларыңа дайынмын. Достар, қызықты деректеріміз осымен тәмам. Бізге жазылуды, лайк қоюды ұмытпаңыздар.